Дәл қазір 40 қабаттың тұқымдарын отырғызуға кірісейін деп тұрмын. Бұл жерде 3 түрлі сортын алдым. Слава, Подарок және Белокочанная деген. Былтырғы жылы осы Славаны отырғызып өте жақсы өнім алдым. Сондықтан биыл тағы да қайталаймын. Ол үшін мынау мини парникті пайдаланамын. Көріп тұрғандарыңыздай бұл жерде торфтың таблеткалары. Қазір осының үстіне жылы суды құйып 20 минутқа қалдырамын. Сол уақыт аралығында бұл таблеткалар ылғалдарды жұмсарып, шамалы көтеріледі. Мінекей таблеткалар дайын. Енді мынау Славаның тұқымынан бастайын деп тұрмын. Бісміллә деп, мінекей ортасында өзінің шұңқыры бар. Сол жерге салып шығамын. Екінші қатарға белорусская. Өте тамаша сорт. Соңғы қатарға Подарокты себемін. Тұқымдардың бетін сәл ғана топырақпен жаптым, мінекей. Енді бетін жауып, жарық жылы жерге апарып қоямын.